Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Шелпектің рецептімен бөлісемін. Өте дәмді, жұп-жұмсақ қамыр болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ашытқысын дайындайтын боламыз. Құрғақ ашытқыны қосамыз. 2 қасықтай шай қасықпен. Сосын 2 қасық қант қосамыз. 3 қасықтай ұн қосамыз. Енді барлығын араластырамыз кішкене біріктіріп. Сосын ыстық су, жылы суымызды құямыз да араластырып аламыз. Тағы да кішкене жылы су құямын. Әбден араластырып, қақпағын жауып 15-20 минутқа ашығанша қойып қоямыз. Електен ұнымызды өткізіп алдық. Ашытқымыз менде көтеріліп ашыды міне. Енді нанымызды, қамырымызды елеп ашытатын боламыз. Алдымен ашытқымызды саламыз ішіне. Үстіне 1 жұмыртқа қосамыз. 1-2 қасық қант қосамыз. Кішкене сармай ерттім, 50 грамдай, оны қосамыз. Енді тұздық суымызды қосып отырып, қамырымызды илейміз. Қатты болмау керек, немесе жұп-жұмсақ сұйық болмау керек. Орташа қылып илейтін боламыз. Қамырымыз илеп болып қалдық. Кішкене қолымызды сулап отырып, әбден үйін қандырып басамыз. Илеп болдық. Енді кішкене үстіне сұйық майымызды жағып, тағы да басып аламыз. Қамырымыз осымен дайын болды. Енді үстінен салафанымызды жауып, қақпағын жауып, үстіне орамалымызды жауып, жылы жерге 2 сағатқа ашығанша қойып қоямыз. Қамырымыз міне ашыды. Бетіндегі салафанын алып тастап, тағы да бір басып аламыз. Енді күлшелеп 7 күлше шығарамын.
Нанымыз дайын болды. Енді 7 нанды жаямыз бір-біртіндеп. Нанымыз дайын болды. Енді табамызға салып дайындаймыз. Міне дайын болды 7 нанның біреусі. Енді сковородкамызға сұйық май құямыз. Құйып, астын қаттырақ қосып, қыздырып аламыз да 7 нанымызды пісіріп аламыз. Бірінші күлшемді салдым. Тағы да біреусін пісіріп көрсетемін. Жеті нанымыз осымен дайын болды. Барлығын пісіріп алдым. Міне өте жұмсақ, сондай әдемі көтерілді. Жасап көріңіздер, жасап көруге кеңес беремін. Өте сәтті шығатын рецепттің бірі. Жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Тағы да жақсы рецепттер шығады, көріңіздер.